Путиннің қолында кәдімгідей мына вена қан тамырында ісік ұзақ уақыттық жаңағы укол салудан болатын қолында кәдімгідей ісік тұрғандығы туралы Ресейдің медиалары таратып кеп жіберген. Содан сол Ресейдің медиалар таратып артынан дереу сақ еткізіп ол видео фотоны өшіріп тастаған. Мен оны міне 24 сағат бұрын YouTube-тың коммунитинде жаңағы текст күйінде жаздым. Міне Putin video showing check marks from forcing back of hand spark disease ромыз. Міне Путиннің ракпен жаңағы ауыратындығы туралы міне мынаны мен YouTube-тың коммунитинде салып қойдым. Ол артынан ол видеоны сақ еткізіп алып тастаған. Сосын мынау кезінде Женевада жаңа Путиннің Женеваға жіберген елшісі болған әне бір орыс бар еді ғой, атын ұмытып отырмын. Сол кеше Путин туралы мәлімдеме таратты. Путин міне рактың ауруымен ауырады деген ақпарат таратты. Бірақ жөтеліп қалса ойбай өкпесі рак екен, түшкіріп қалса ойбай пәлен екен деп айтудан аулақпыз. Бірақ батыс баспасөзінде Путин ауру деген, рак деген, Путин ана ауру деген, мына ауру деген ақпарат соңғы кезде көбейіп кетті. Ал оның ауру ма жоқ па біз білмейміз. Тек біз батыс баспасөзінде айтылған нәрсені айттым. Бірақ бұның барлығы бір нәрседен дерек береді. Бұл ақпараттарды Ресейдің ішкі жағындағылар естіп біліп отыр. Олар сол Путинді атомға жеткізбей тұрып, атом қаруын қолдануға апармай тұрып, Путинді өлтірсе деген бір сигналдар болуы мүмкін. Бұл жаңағы Express.co.uk сайтында, Англияның сайты, Аустралияның сайтында, Американың медиаларында жарияланып жатқан бұл ақпараттар мүмкін Ресейдің ішкі жағындағы кландарға, топтарға беріліп отырған бір сигналдар болуы мүмкін. Сигналдар болуы. Оны біз білмейміз. Ал енді Си Цзиньпин туралы жәлгінде тағы сұрақ қойыпты. Си Цзиньпин осы жол үлкен жаңағы бәленің басын бастады. Бұрынғы өзіне бүкіл билікті тапсырып берген өзінің қамқоршысы есебіндегі бұрынғы басшы Ху Цзиньтауды мәжбүрлі түрде жиналыс саласынан алып кетті. Оның кезінде көрсеткен премьер-министр болады деп кезінде өзі белгілеп кеткен Ху Чунхуаның аты да политбюро, саяси бюроға ілінбей қалды. Ху Цзиньтаудың бұрынғы Қытайдың басшысының баласы да саяси қызметке ілінбей қалды. Осы жолы Жаң Зиминнің командасы да, Ху Цзиньтаудың комсомолдар командасы да бәрі тұтасыменен биліктен аластатылды. 100% Си Цзиньпиннің командасы билікке келді. Енді осыдан міне мен әлі толық ақпаратты көріп үлгерген жоқпын. Қазір юан құнсызданып, жаңағы офшорлық салада 7,1 қазір міне отырып көре салайыншы 1 минутта. 7,1 жеткен юанның өзі. Ол міне 15 жылдан бері, ол цифры маңызды емес шығар. Жаңағы ол соңғы 15 жылдан бергі юанның ең құнсызданған кезі бүгін болды дейді. 15 жылдан бері. Міне 7,31-ге түсіпті. 7,31. Осыдан ақ білесіздер. Соңғы 15 жылдан бергі ең төмен көрсеткіш бүгін болып отыр. Google-ге кіріп доллар, юан деп жазасаңыз бірден шығып отыр. Бұл соңғы 15 жылдағы нәтиже дейді. Яғни Қытайда Ши Цзиньпиннің мына бүкіл 100% билікті қолға алуы, ұқсамаған көзқарастағылардың бәрін шеттетуі енді Қытайда үлкен үмітсіздікті әкелді. Юанның құнсыздануы. Қазір доллар өсімді көбейтіп жатыр, Қытайда өсімді көбейтіп жатыр, бәрібір юан құнсызданып жатыр. Енді ең сұмдық осы әлгінде 1-2 сағат бұрын естіген ақпаратта, енді Сингапурға қоныс аударған Қытайдың байлары көбейген. Пекинде, Шанхайда осығанға дейін Си Цзиньпин жаңағы өзгеріп қалу мүмкін, премьер Ли Кечан болу мүмкін, яғни реформа есік ашу, яғни батыспен бизнес жасау жобасы үзілмеу мүмкін деген үміттенген қытайлардың бәрі торығып, енді міне Пекинде қымбат үйлер, байлар ғана тұратын кең коттедждер, кең қабат үйлер 30% арзан бағамен міне кешеден бері сатылып жатыр. Мысалы, кеше $10 миллион деп тұрған үй
Бүгін міне 7 миллион долларға берді. 30%, бір-ақ күннің ішінде 30% түсті. Ертең қанша пайыз түседі? Ал бұл ірі байлар, жаңа кең үйлерде, қымбат регионда, қымбат коттедждерде тұратын байлар үйін жаңа 30% арзандатып, сатып алыңыздаршы жаңа өтініш деп жарнама беріп бастаған. Бұл бір. Екінші, Пекин, Шанхайда Қытайдың арнайы жаңағы ішкі істер министрлігінен рұқсат алған арнайы иммиграция жасау компаниялар деген компания. Мына сұмырай Қытайды қарашы, міне, қараңыздар, кәдімгі шетелге студент жібереді, байланысып, университеттермен келісім шарты бар, Еуропа, Америка, Канада, Аустралия, Жапония, Корея, Сингапур сияқты дамыған мықты елдермен университеттермен келісім шарты бар. Сөйтіп бір Қытайдың студенті келеді, мен оқысам деп, немесе бір келеді, мен магистр оқысам, біреу келеді, мен шетелде оқысам, анау-мұны. Соның ақшасын алады, делдалдық ақысын алады, байланысады, тиісті жаңағы. Ана жақпен келіседі, жаңағы өз ақылы оқитын анау-мұны. Сөйтіп содан делдалдық жаңа байланыс қызметін жасайтын компаниялар. Канаданың иммиграциялық комитетімен бірлесіп, Канада айтады, бізге мынандай маман керек дейді, бізге ағашшы керек, бізге электрик керек, бізге жол жасаушы керек, бізге дизайнер керек, бізге үй құрылысшы керек, бізге анау керек, бізге мұнай қазушы керек, бізге көмір қазушы керек, ақ керек, мақ керек, міне. Сондай мамандарды Қытайдан тауып, сол Канадамен бірлесіп көші-қон жасайтын компаниялар бар. Оның бәрі заңды, құжаты бар компаниялар. Енді қараңдар, Қытайда осындай компаниялар заңды жұмыс істейді Қытайлар үшін. Тіпті инвестициялық иммиграция дейтін мен айналысатын заңды компаниялар бар. Яғни байлар жаңа компаниялардың делдалдық жұмыстары арқылы, сервис арқылы Канаданың бір мемлекеттік заемын сатып алады, немесе үкіметтік бір жобаға ақшаларын салады. Мысалы, 10 миллион доллар ақша салады, 3 жылдан кейін 10 миллион долларды 2% ба, 3% ба өсіммен қайтарып береді, бірақ сол 2 жылдың ішінде Канаданың азаматтығы береді. Иммиграция жасап, 10 миллион долларын Канаданың үкіметінің жобасына салып, және оны пайызымен алып, әрине банктегі пайыздан төмен, және өзі тұтас өзі қатын бала шағасын иммиграция жасайды. Осынымен заңды айналысатын Қытайдың компаниялары, міне осы Қытайдың мына 20-шы құрылтайдан кейін бітті дейді. Бүкіл компанияда, бүкіл Қытайдың орта буржуазиясы көшіп дейді. Жаңа Зеландия, Канада, тіпті Шығыс Еуропа, тіпті мына Грекия дейді. Ана Грекияның Еуропа одақ болғанменен ол ең кедей ел ғой. Тіпті қайда апарсаң, онда апар, Қытайдан кетірсең болды деп, ана жаңағы иммиграциямен айналысатын компаниялардың 6 деген нөпір дейді.